Баршаңызға кеш жарық болсын. Арнама қош келдіңіздер. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода келе жатқан жылқы жылын қалай, қайда және ең бастысы қандай киім үлгісінде қарсы алуымыз керек, сол жөнінде айтатын боламыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Жылқы жылы қозғалыс, еркіндік, қуат пен даму символы. Сондықтан оны қарсы алуда соған сай болғаны жөн. Қайда қарсы алған жөн? Жылқы адалдықты, сыпайылықты жақсы көреді. Сондықтан үйде, отбасымен немесе жақын достар ортасында қарсы алсаңыз болады. Табиғатқа жақын жерлерде, яғни қала сыртындағы коттедждерде, таулы аймақтардағы демалыс орындарында тойласаңыз да қателеспейсіз. Себебі еркіндік пен кеңістік жылқы энергиясы болып табылады. Сондықтан жаңа жылды тойлауда би билеп, трендтегі ойындарды ойнап, белсенді қозғалыста болуға кеңес береміз. Ал жаңа жылды қарсы алу дастархандарыңызда табиғи, жеңіл тағамдар, жеміс-жидектер, көк шөптер мол болсын. Ет тағамдары тым көп болмағаны жақсы. Артық ысырапсыз, бірақ молшылық мөлшерінде болсын. Ал қандай киім киеміз деген сұраққа келсек, 2026 жыл қызыл отты жылқы жылы болғандықтан келесідей түстерде киім кию ұсынылады. Сәттілікпен үйлесім үшін қызыл, бургундия, шарап түстері, алтын түстес, қоңыр, беж, жасылдың қою реңктері. Тазалық пен жаңа бастама үшін ақ және түсі түсті де қолданыңыз. Ал тым күңгірт сұр түстерден аулақ болыңыз. Алайда арамызда қара түсті ұнататын ханымдар да бар. Ол үшін қара түсті басқа ашық түстермен үйлестіріп киюге кеңес береміз. Егер корпоративтік кешке баратын болсаңыз, элегант плюс жайлылық ең дұрыс таңдау болмақ. Жоғарыда атап өткендей, қызыл, бургундия, изумруд, жасыл және алтын реңкті беж түстерінің біріндегі атлас, жібек және барқыт матадағы ұзын немесе миди көйлек киіңіз. Биыл ашық иықты немесе сүйір бұрыш тәрізді ойындысы бар модельдер сәнде. Аксессуарлардан алтын немесе інжу сырға, кішкентай клатч немесе жұқа белдік тағыңыз. Ал макияж табиғи, бірақ жарқын болсын. Ал ер адамдар үшін корпоративтік киім үлгісі костюм, не пиджак және осы соған сай шалбар болғаны дұрыс. Киім түстері қою көк, қоңыр, графит болғаны жақсы. Ақ немесе крем түстегі жейде, ылғары тупли немесе лофер. Қосымша сағат және галстук сияқты аксессуарлар үлгіңізді одан әрі тартымды етеді. Жаңа жыл ерекше көңіл күй мейрамы. Сондықтан үйде қарсы алатын болсаңыз да ыңғайлы, бірақ сәнді киім киіңіз. Әйел адамдарға трикотаж немесе жібек көйлек, миди ұзындықта болса өте жақсы. Немесе әдемі блузка мен белдемше. Ал түстері ақ, беж, шампан түстес. Жасыл немесе қызылдың жұмсақ реңкі болса жақсы. Ал ер жігіттерімізге жұмсақ матадағы жейде немесе поло, чинос немесе ыңғайлы шалбар. Ер адамдардың киімінің түстері ақ, көк, қоңыр, беж болғаны жөн. Жылқы жылы батыл адамдарды, әрекет етуді, алға ұмтылысты қолдайды. Сондықтан қорықпай жоспар құрыңыз, өзгеріске дайын болыңыз, еркін әрі сенімді болыңыз. 2026 жыл баршаңызға мол жақсылықтар әкелсін. Ал енді назарларыңызға жаңа жылдық мейрамға бірнеше образдар ұсынамыз.
Қайырлы күн сұлуларым. Бүгінгі видеомызды қыс мезгіліндегі тері күтіміне арнаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, үліпіл басып, тіркеле отырыңыздар. Қыс мезгілінде терімізге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Даладағы аяз бен ғимараттардағы ыстық ауа, яғни температураның жылдам ауысуы әсіресе бет терісіне бірден әсер етіп құрғатып жібереді. Сол себепті үнемі ылғалдандырып отыруымыз қажет. Негізгі күтім тазалау, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Алайда қыста нәрлендіруді де ұмытпауымыз керек. Яғни құрамында майлар бар, нәрлендіретін иіс майлар жағып, үй жағдайында нәрлендіретін маскалар жасаңыз. Тазарту құралдары өте жұмсақ болғаны дұрыс. Яғни құрамында гиалурон қышқылы, пантенол және церамидтер бар құралдарды пайдаланыңыз. Ал гидрогельдер мен құрамында спирті бар тониктерді көктемге дейін ұмыта тұрыңыз. Ал ылғалдандыру құралдарын таңдарда өз тері типіңізге мән беріңіз. Майлы және аралас теріге жеңіл тоник немесе гельдер, қалыпты теріге ылғалдандыратын лосьон, ал құрғақ тері үшін терең ылғалдандыратын крем пайдаланған жөн. Бұл ылғалдандырғыштардың құрамында гиалурон қышқылы, алоэ сөлі, глицерин, сквален және амин қышқылдары болғаны дұрыс. Қыста күн сәулесі аз түскенімен де қарға шағылысқан ультракүлгін сәулесі жаздағыдан кем әсер етпейді. Сондықтан қорғаныс кремі міндетті түрде жағып жүріңіз. Теріге қосымша қоректендіріп құрамында С, Е дәрумендері бар иіс майлар қолданыңыз. Ескере кету керек, кремдерді сыртқа шығардан 1 сағат бұрын жағыңыз. Аптасына 2-3 рет үй жағдайында нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар жасаңыз. Арнамызда әр тері типіне арналған маскалар жөнінде видеоларды қарап шығуға кеңес береміз. Қыс мезгілінде тері саулығын сақтап қалу үшін жуыну ережелерінде қатаң сақтаңыз. Ванна немесе душ қабылдағанда өте жиі және ұзақ түсуден аулақ болыңыз. Су 35 градус Цельсийден жоғары болмағаны жөн. Себебі ыстық су терідегі керекті май мөлшерін азайтады. Ал май мөлшері азайса, терінің қорғану қабілеті төмендеп кетеді. Ваннаны аптасына 2 реттен артық қабылдамаңыз. Көбікті ваннадан гөрі майлы ванна қабылдаған жөн. Бұл әсіресе құрғақ теріге өте пайдалы. Жуынып болған соң ылғалдандыратын лосьондар пайдаланыңыз. Ылғалдандыратын құралдарды күнделікті жеткілікті мөлшерде қолданыңыз. Қыс мезгілінде кез келген тері құрғайды. Сондықтан әркім өз тері типіне арналған ылғалдандырғыштарды қолдану керек. Ылғалдандыратын иіс майлардың құрамында өсімдік майлары, яғни арган мен линол қышқылы және ши майы бар болғаны өте жақсы. Ылғалдандыратын лосьондарды денеге түгел жағып шығыңыз. Әсіресе құрғақтыққа бейім келетін аяқ, табан және шынтақтарды ұмытпаңыз. Суық ауа райы тікелей әсер ететін бет пен қолдар ерекше күтімді қажет етеді. Қатты суықтан қолдарыңыз жарылып кетпеу үшін үнемі ылғалдандыратын және қорек беретін иіс майлар жағып қолғап киіп жүріңіз. Қыста ерінді де ұмытпаған жөн. Ерінге күтім жасау үшін құрамында липидтер, балауыз немесе ерінге арналған иіс майлары бар арнайы ерін далабын пайдаланыңыз. Мойын мен декольте аймағына да мән беріңіз. Күнделікті ылғалдандыратын иіс май жағып, массаж жасап қойыңыз. Өте қалың тоқылған шарфтар мен тоқымаларды теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан олардан аулақ болыңыз. Тері әдемілігін сақтап қалу дұрыс тамақтануға да байланысты. Суды көп ішіп, майлы қышқылдарға бай өнімдерді, яғни жаңғақтар, авокадо, зәйтүн майын молынан тұтыныңыз. Мінекей сұлуларым, осы кеңестерді ескеріп, жасап жүрсеңіз, тері сұлулығын сақтап әрдайым әдемі боласыздар. Сәлем сұлуларым, бүгін біз үй жағдайында бет сүртуге арналған лосьон дайындап аламыз. Ол үшін апельсиннің немесе мандариннің қабығын тураймыз. Бізге ол ұнтақ болу керек, сол себепті ұсақтағышқа салып майдалап аламыз. Бұл ұсақталған қабықты 2 ас қасығын алып, термосқа саламыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық судан стаканның 1/4 бөлігіндей етіп су құямыз және 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Лосьонымыз тұнып тұра берсін. Енді біз артық қалған қабықтан маска жасайтын боламыз. Ол үшін 1 шай қасық қабықтың үстіне 1 шай қасық ысытылған сүт қосамыз. Бұл маска бетке өң беріп ағартады. Арнамыздағы басқа да маскаларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар.
2 сағат уақыт өткен соң қоспамыздың үстіне жарты стақан арақ пен 1 шай қасық глицерин қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған лосьонды бос құтыға құйып, тоңазытқышта сақтап 1-2 айға дейін пайдалана беруге болады. Бұл лосьон беттегі макияжды жақсы кетіреді. Ерінбей жасап, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі әңгімеміз тершеңдік туралы болмақ. Адамның шамадан тыс терлеуі гипергидроз деп аталады. Ол жалпы денеде немесе белгілі бір аймақта, яғни алақанда, қолтықта немесе табанда байқалуы мүмкін. Тершеңдіктің себептері: бірінші генетикалық бейімділік, екінші стресс, яғни күйзеліс, үрей, эмоционалды қозу болса, үшіншісі гормоналды өзгерістер. Ал төртінші қалқанша безінің аурулары болса, бесінші семіздік, ал кейде дәрілер немесе аурулар себеп болуы мүмкін. Тершеңдіктен құтылу жолдарына келсек, бірінші гигиена мен киім. Жиі душ қабылдау, табиғи матадан тігілген, яғни мақтадан, зығырдан тігілген кең киімдер кию ұсынылады. Ал синтетикалық киімдер терді ұстап иіс шығарады. Екінші антиперспиранттар мен дезодоранттар. Алюминий тұздары бар күшті антиперспиранттарды қолданыңыз. Қолтыққа, алақанға немесе аяққа арналған арнайы құралдар бар. Антиперспирант терлеуді азайтады, ал дезодорант иісті жасырады. Комбинирленген түрін таңдауға болады. Қазіргі кезде тершеңдікке қарсы медициналық әдістер де кең қолданыста. Бірінші ионофорез, ток арқылы терлеуді басу. Екінші түрі ботокс инъекциясы, тері бездерінің белсенділігін төмендетеді. Тердің шығуын 6-9 айға дейін тоқтата алады. Дерматологқа көрініп, медикаменттер арқылы емдеуге де болады. Тершеңдікке тамақ рационыңыздың да әсері болады. Яғни пияз, сарымсақ, ащы тағамдар, сондай-ақ кофе мен алкогольде тері иісін күшейтеді. Сондықтан да жаз мезгілінде аталмыш өнімдерді азайтуға кеңес береміз. Сондай-ақ тершеңдікке қарсы халықтық әдістерде жақсы көмектеседі. Ас содасы, алма сірке суы және лимон шырыны, шай сияқты өнімдерді пайдалана аласыз. Ас содасы теріні құрғатып, иісті азайтады. Ол үшін 1 шай қасық содаға аздап су қосып, қоймалжың масса болғанша араластырамыз. Қолтыққа жағып, 10 минуттан соң жуып тастаймыз. Күніне 1 рет жасасаңыз болады. Екінші алма сірке суы бактерияны өлтіреді, pH-ті теңестіреді. Мақта дискісіне бірнеше тамшы тамызып, алдын ала сүртілген құрғақ қолтыққа жағып сүртеміз. 15-20 минуттан соң жуып тастаймыз. Ал келесі әдіс лимон шырыны. 1 лимонды ортасынан бөліп, жарты лимонмен қолтықты ысқылап сүртеміз. 10 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Кәдімгі қара шайда көмектесе алады. Тері бездерін тарылтып, иісті басады. Қара шайды демдеп, суыған соң мақтамен сүрту керек. Күніне 1-2 рет жасауға болады. Ең соңғы әдіс крахмал немесе балалар ұнтағы. Ылғалды сорып алады. Жуынып болған соң қолтыққа аздап қана сүйіп қоясыз. Бір ескертетін жайт, қандай әдісті қолдансаңыз да, теріде тітіркену, қышу байқалса, қолдануды тоқтатып, басқа әдісті жасап көріңіз. Енді жақсы нәтиже болу үшін осы өнімдерді араластырып қолдану жолдарын қарастырайық. 2 шай қасық ас содасына аз ғана жылы су құйып араластырып, үстіне жарты лимон сөлін сығамыз. Жақсылап араластырып, бос құтыға құйып қоямыз. Күніне 2-3 рет қолтықты осы сұйықтықпен сүртуге болады. Ас содасы мен фурацилиннен жасалатын тағы бір әдісті айтып өтейік. 2 таблетка фурацилинді езіп, ұнтақтап, 1 шай қасық ас содасын және лимон сөлінің бірнеше тамшысын қосып, үстіне бөлме температурасындағы кішкене су құйып араластырамыз. Мақта дискісіне малып алып, таза қолтыққа жағамыз. Келесі бір әдіс марганец ерітіндісімен сүртсеңіз де болады. 1 стакан жылы суға 4-5 түйір кішкене марганец ерітесіз. Жақсылап араластырып, күніне 2-3 рет осы ерітіндімен сүртесіз. Жаз мезгілінде жеңі жоқ киімдерді көп киетіндіктен қолтықтың қарайғанында кетіру үшін келесі қоспаны жасап жағып көріңіз.
Ол үшін 2 шай қасық ас содасын, 1 шай қасық тіс пастасын және бірнеше тамшы лимон шырынын, сондай-ақ 3% сутегі асқын тотығынан 1 шай қасық қосып жақсылап араластырамыз. Қоспаны алдымен қол сыртына жағып аллергияға тексеріп аламыз. Ал егер қол, яғни алақандарыңыздың тершеңдігі мазаласа, келесідей тәсілдерді байқап көріңіз. Үй жағдайында драй, одабан сияқты күшті антиперспиранттарды алақаныңызға жағыңыз. Бұл процедураны кешке жасаған жөн. Тері тесіктеріне жақсы сіңеді. Екінші тәсіл қолды тәулік ішінде бірнеше рет 1-2 минут суық суға батырыңыз, бірақ бұл уақытша әсер береді. Үшінші, тальк немесе крахмал қолданыңыз. Құрғақ алақанға жағасыз. Медициналық жолмен ем алатын болсаңыз, жоғарыда айтып өткенде ионофорез, яғни тоқпен ем алу. Қолды арнайы су ваннасына салып, электр тоғы арқылы бездерге әсер етеді. 1-2 аптада нәтижені көре аласыз. Бұл аппараттың үйге арналғаны да бар. Екінші, ботокс инъекциясы. Ауырсынуы мүмкін, бірақ өте тиімді тәсіл. Мінекей сұлуларым, бүгінде бірнеше пайдалы кеңестер бере алдым деп ойлаймын. Өздеріңізге ұнаған тәсілді қолданып, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Тойбек сен келгеніңде күшті болады. Вообще өзгеріп кеткен, әлде қалдар еді ғой. Жемқорлар. Сен өлім неге салаңа қарай жүресің? Иә, өзіңе қарай жүреді. Не айтайын, қуаныштымын. Басты осы кездесіп жатқаныңызға. Сосын. Жағаласпаш сосын. Ауызда сөз. Қобалжығаныңды түсіндіріп айта берді.
жасамын. Алдыңғы жылы осыдан 2 жыл бұрын 32 мың үстінде болды. Оны 2 жыл бұрын. 1 жыл бұрын 49 мың дейін пайыз көтерді, биыл 65. Енді биылғы жолдауда президент 85. Біздің лицей бәріміздің жолымызда бағымызда ашқан лицей. Рақшағай сол жаққа кетіпті ғой, Рақшаға ояққа зам директор еді. Спорт залды көрмей кете алмаймыз ғой. Жүрсей бәрі. Терезеде ше решетка болды. Үй толғанның басына түсіп кетті ғой бір. Үй толғанның басына білесіз ба сол кезде? Басында отыр еді, басына түсті. Иә. 79-да. Волейболистка ғой, иә. Осы мен дәу болып көрінетін еді ғой. Осы жақта билейтін едік қой. Иә. Бөліп тастаған. Жоқ, нара, все равно кішкентай. Кезінде үлкен болып көрінетін ғой. Мына доптардың ізін қара. Это специально, да, она не стеген? А, вообще? А то совсем слишком много. Киіз бастық, иә. Киіз бастық қой, ба, апай, шаң-шаң болып киіз бастық. Қалау сол күнде сабақтың артында ғана жүн деген жаман шаң еді ғой, ужас шаң. Ешкім баласын өтіп жібермейді ғой, иә, жүн-жүннің арасында. Бұл не дейді, бұл қаяқ? жатақхана болып салынған екен.
өзің қағылдың. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Құдай бақыласын пайғамбарға осы фатиха ықылас сүресіне болған Құран кәрімнің сауабын көшіріп жатқан досымыз Назыбай қызы Жақсыгүлдің рухына, басқа да Құранда әметкен ата алмай қалған көшіріп жатқан барлық өлі ұрпақтардың рухтарына тие берсін, жатқан жерлерін жайлы жандарын жәннатта қылсын, имандарын көңілінде бір несі жоқ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah осы оқылған фатиха ықылас сүрелерімен болған сауапты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның рухына, пайғамбарлардың рухына, сахабалардың рухына, әулие әнбиелердің рухына, күннің көзіндегі, жердің жүзіндегі ата баба әруақтарымыздың рухына, осы елді қадам еткен барша өлі момын мұсылмандардың рухына, және де арнайлап Бекетай қызы Гүлбира қарындасымыздың рухына бақшет. Я Алла, ата бабаларымыздың рухтарын шат-шадыман етіп осы оқылған Құранның нұрымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жаннатқа көтер. Я Алла, біздерді, халқымызды, үй ішімізді қайғы қасіреттен, қауіп қатерден, бәле жаладан, тіл көзден, табиғи апаттардан, мың бір атты пәледен сақтай көр. Дұға тілектерімізді қабыл етіп, екі дүниеден нығметін бөле көр. Раббана атина фид дуния хасанату ва фил ахирати хасанату қина ғазаббаннар. Раббымыз біздерді ақыретте де дүниеде де жақсылығына біле көр. Біліп те білмей жасаған кінәларын кешіре көр. Аллаху акбар. Аумин. Тие берсін. Бәсе мен айтқым келді, бірақ уверена болмадым. Мен жемеймін. Жемеймін, маған да сөyle. Қайдан маған берсін. Міне жанар. Спирачка сататын еді, ол жеп отыр десеңші. Иә. Амантай алып беріп жатыр, қабыл болсын. Рахмет. Алла разы болсын. Әне көрдіңдер ме ақ көкелеріңе рахмет айтыңдар. Ал бір ауыздан айтыңдар. Ақ көке, рахмет. Түсіріп жатыр мен. Иә. Әне. 5 жылдық дос ретінде мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Жолдастарыңызға оқытып
Құран бағыштап жатқандарыңыз барлықтарыңызға да оңай емес, ата-аналар сіздерге де. Енді Алланың жазуы ғой. Өзі өмірге келгеннен кейін біреуге ерте, біреуге кеш. Өздерінің енді өлшемді уақыттарының тосылған уақыттары ғой. Енді Аллаға басқа еш нәрсе айта алмаймыз. Алланың қалауы. Арты бар өмірлері дер, балдары бар. Сіз де айтып жатсыз ғой. Барлық айтып тұрғаныңыз орынды ғой енді. Өкінішіңіз кетпейді, бірақ амал жоқ. Жаңағы ана жаққа кеткен адамдар қайтып келетін болса, ешкім өкінбесе ғой. Ана жаққа кеткеннен кейін ешқайсымыз қайтып кетемейміз. Мына балдар жайған тастағандардың берекетін берсін. Денлеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Өсе беріңіздер, өле беріңіздер. Бақытты болыңдар. Осындай бас қосып, еске алып жатқандар қанша бізден топтар бітіріп жатыр ғой. Бірақ енді осындай дастархан жайып, ата-аналарын шақырып, жолдастарын оқытқан көз көрген мұғалімдерді шақырып жатсыңдар. Алла разы болсын. Бақытты болыңдар. Балдарың рахат қызығын көріңдер. Өзіміз аман жұртымыз тыныш болсын. Тек адамда денсаулық болсын, бақыт болсын. Ешқашан енді айтады ғой бәрінде ана отырып баласын жоқтамасын деп. Содан сақтасын Алла бәрімізді. Бірақ енді бәрімізді баратын жағымыз сол жоқ қой, өлшемді уақытымыз. Сондықтан аман болыңыздар, сау болыңыздар, бекер болыңыздар. Рахмет сіздерге, бақытты болыңыздар. Енді жаңа айтады ғой бізде жас болдың осы балалармен бірге өсіп, осы балалармен бірге сабақ бергеннен осы балалармен бірге өстіп, іс-шараларды өткізіп, осы күні жасайтындай өте шешімде есте қалады, тоқтап соңғы балалар көшеге ешқашан жазып алдыңызға келсеңізбен, сондай тәрбиелер жақсы балалар. Енді садақалардың қабыл болсын, ата-аналарының балаларына, жасамаған жастары, көрмеген қызықтарын берсін. Сіздердің ауыз әрқашанда көп болсын, ауызға насыптағы, балдар ауызға келгенде әрқашанда тойға беріңіздер. Сондай жағдайлар болмасын енді әрқашанда. Қайда жүрсеңіздер де дендеріңіз сау болсын, кәсіпкерлеріңіз береке табыңыздар. Әрқашанда дастарханымыз тойға қуанышқа жайылсын. Қайда жүрсеңіздерге аман болыңыздар. Училище болды, лицей қазір колледж болып жатырмыз ғой, шүкір Аллаға деп. Мынандай шәкірт тәрбиелегенімізде Аллаға мыңдап шүкір дейміз. Сондықтан мына істеп жатқан істеріңіз берекелі болсын. Көрмеген қызықтарды қалғандар, көрмеген қызықтарды қалғандар емес. Айдарына журнализмді тағы да айтарым бақытты болыңыздар. Колледждің ұжыматынан барлық ұстаздарынан осы дастарханға көп рахмет. Алла разылық етсін, азамат болыңыздар. Көргендерін істеп жатсыздар. Біз осы арқылы марқаямыз. Енді кетіп қалған амал жоқ, тобықты жатырмыз, сөйлей де алмаймыз. Алдарынан жарық етсін, шектеулі болды ғой. Біз сол өмірде тек жақсылыққа қауышайық. Әрбір адамның, әрбір қазағымыздың жанына кеудесіне иман берсін. Жақсы мүдірді жолға Аллаға әсір етсін, кәсіптеріңіз берекелі болсын, отбасыларыңыз аман болсын, қарттарыңыз қуатты болсын. Өмір сынақта Алланың сабыр берсін, алтын ағзам берсін. Бақытты болыңыздар, рахмет. Ал мына бүгінгі бұл жерде енді жаңағы менің өзім жақсы қыз жарым өмірден кеткенде де біраз уақыт болды. 2013-те қайтты, декабрьдің 20-інде. Енді соған бері қарап отырсақ, 2 қыз, 2 ұл кеткен осы отбасында. Осы осы группаластар осы жаңа бүйтіп, осы жаңа кеше құралып бағыштайын деп жатырмыз, ескілер деп, сол жаңа не болып жатыр. Алла қабыл етсін, аузын мол болсын. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген қазақтың сөзі бар. Дұрыс шығар, енді кейде жайында өзім осы тұрғанда жолдас боламын, қоныс тойынан келетін айып білесіздер. Жаңа осы енем бар, Жанболат бар, балымыз сояққа да қатысып бердіңіз. Аманшылық болсын, тіріге берекет берсін. Алла алдағы жақтасын, сау болсын, не алдымыз, аманшылық болсын тек.
қиып айтқанда ыңғайсыз екен енді. Сіздерге мың алғыс. Мен апатайым. Күнлер тәте звонкиді, не болатқан зәршетен статусына көргенде төбемен өзім жақын жер қояды, қайырға жер таппады. Шынымен менің арманым жоқ шығар. Менде бәрі бар. Ұлдалар, қыздар. Кейде армандайды сіздерді қасыңызда бір. Артында бір ұл қыз қалғанда мүмкін. Келіндік өмірді көргенде мүмкін. Басына ақжаулық таққанда ғой деп. Ол да бір арман шығар еді. Сіздерге ғана қуанам. Әрбір жетістіктеріңізді Инстаграмнан көріп отырсам. Соның бәрі кәдімгі өзімнің туған бауырымда апатайымды көргендей болып сіздерге кәдімгі риза болып отырамын. Аллам сіздерге денсаулық берсін бірінші. Кәсіптеріңізде берекет алыңыздар. Көрмеген ұл-қыздарыңызға рахатын көрмеңіздер. Менің апатайымда сіздей жолдастары бар, достары бар. Бақытты жан екен. Қазір өмірде қол жетімді болып, базарда бәрін ала аламыз ақшамыз болса. Бірақ шіркін дос деген нәрсе, ол екі күннің бірінің басына келе бермейді. Менің апатайыма жақсы досты берген сол ғамырзам әрдайым жолдарыңыз болсын, осы батқан садақаларыңыз қабыл болсын. Бәріңізге риза басым дейін келеді. Рахмет. Бақытты. Біз енді жылату емес қой мақсатымыз. Өзімізге басқап қалуатымыз, бәрімізді жанды жерімізге тектеп жатыр. Мына жерде жататын жігіттердің басын қосып жинап кетіп тұрған бір азын-аулақ сыйы бар. Енді сый деп айтуға келе ма білмеймін, бірақ енді қолымыздан келгенше сіздерге кішкентай демеу өзіміз жұбату болып, достары есінде екенін, өзіміздің осындай көңілімізде екенін білдірейік деп бір кішкентай ғана алып келген сыйымыз бар еді, соны рұқсат етсеңіздер табыстап жіберейік. Осы жерде ең бірінші біздің Елубай папамыздан бастап құттықтау түстеріне жауап берсеңіздер, Росқа енді Росқаның атынан деп қабылдаймыз. Біздің көңіліміз әрқашан сіз бізді көріп балам бар деп жүре беріңіз, аман болсын. Бақытбай ағай сізге де біз 13-тің атынан көзіндей қылып көріп жүрерсіз. Қыздарыңыз тірі болғанда жаулықтың талайын қағып, қажекейдің неше түрісін киіп беріңіздер. Енді сол жарқырап жүріңіздер. Ödeyecek kişilerdeyiz. Ballarımızı бұл енді сіздерге ақжаулығын жауып, балдарыңыздың атынан деп қабылдаймыздар. Мамалардың орамалы. Сөнір. Екі орамалы. Сосын атайларымыз. Енді шамалы ұстаздарымызға арналған шамалы ғана сыйымыз бар енді. Апайларымызға да осы дәл осылай балаларының атынан жарқырап жүрсін деп бір шапаннан жабқымыз келіп тұр. Сіздерге де көп рахмет. Осындай күні бізбен бірге болып атқан. Нұрболма? Апайлар, жоғарда апайлар. Мәне апайтамыз, мәне апайтамыз. Мәне. Жанарда размері ма? Үстіне жауып. Мәне апай, қыздарыңыздан. Сен таратып шығайсың, таратып шығайсың. 13-тің енді азғантай мамаларымыз орамалы.
қалған тарататындарды. Салтанат біздің келін, Саматтың келіншегі, апайларына таныстырып қояйын. Салтанат келін. Табақ алуға кетіп тұр өзі де. Табақ сөзі. 13-ші топтың келіні. Келінімізге де орамалымыз бар ғой. Қанша жерден келіп, рахмет ботамна басыңа тағып ал. Жарқырап еші. Бақту. Ақжаулықта ана бол. Бізден болды. Басқа балдар бірауыз айтып берсе бола ма? Арманға садақа бармайды. Ешті әлі отырам деп қойып. Жарайды онда. Молдамыз кетті ғой. Сонда да бізге рөлді беріп кетті. Сонда да ортада ағамыз бар. Үлкенге сыйлаған қазақпыз. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Осылай үлкен аналарымыз, әжелеріміз ортамызда жүре берсін. Алдағы уақытта тек осы бір тойларда, сондайларда кездесейік. Ағай, сіз асқайын. Сосын рұқсат болса. Бата берсеңіздер. Қыздар бата берсеңіздер. Бәкең бата беріп Olmaz. Kaderler bakmanızdan değil, olmaz. Dinlerine sağlık olsun, onun baylarını versin. Balda bak, doldur yaptığını sürüyü zamanı görmende. Amin. Kaderler meclisi, siz bata birisi mi? Kanar meclisi. Ha, değiliz. Bata versin de. Ana etkilerinde kalmasın. Kışlı bata verir misin? Aldığıma ne sarıksını verin. Құдай жарылқасын, әулие қорғасын, әрісін оңдасын, кеткен ерге келсін, кеңдіктерге толсын. Әлхамдülillah, әлхам берекетін берсін. Алла не берсе де баянымен берсін. Не айтайын балдар, мына ниеттерің қабыл болсын. Өздеріңде қазір азамат болдыңдар. Бала шағалы болдыңдар. Сол бала шағаларына рахатын көріңдер, өссіңдер, өліңдер. Сол бала шағаларымен ендік жүзіп тойға осындай дастарханда кездесетін болыңдар. Өліге иман, тіріге берекет берсін. Енді тірі жібімей өлі байымай, өлі жібімей тірі байымайды дейді. Әуелі бойынды өліге Құран оқыту парызымыз ғой бізде енді. Естілгелі осы жұрттардың. Қазір Құдайға шүкір енді жастар да бәрі Құран оқытады. Дастархандарын қабыл болсын. Көпке келіп жатқан дәмдерің бәрі қабыл болып, Алла осы жақсылыққа жайылсын. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Қиялдай барамыз, ұстарын сіздерді, қиялмай барамыз. Аттандық сапарға, көңілде мол арман. Аттандық сапарға, тосады жол алдан. Қалайша қиямыз, ұшырса ұямыз, біздерді тосады туған ел құшағы. Қалайша қиямыз, ұшырса ұямыз, біздерді тосады туған ел құшағы.
Neresi dayı? Şimdi. Sonraki